Біз көп нәрсені күнделікті өмірде үйреншікті дүние ретінде қабылдаймыз. Бірақ шын мәнінде бізді қоршаған әр адам, әр сәт үлкен сый. Бүгін біз шын жүректен алғыс айтқымыз келеді. Үйге келдік, бірақ мұнда ешкім жоқ. Жарық сөніп, үнсіздік орнаған. Дастархан бос, үй суық, жанашыр дауыс естілмейді. Ата-анаң алдыңнан қарсы алмаса, үйдің атмосферасы мүлдем басқаша болып кетеді. Бірақ бізді жақсы көретін адамдар бар кезде үйдің шырағы сөнбейді. Үй жайлы, тамағымыз дайын, қамқорлық пен жылулық сезіледі. Ата-анамызға деген алғыс сөзбен айтып жеткізе алмайтын сезім. Мектепке келдік, бірақ мұғалім жоқ. Сабақ түсініксіз, сұрақтар көп, жауап жоқ. Бізге бақыт беретін, жол көрсететін адам болмаса, білім алу қиын. Бірақ мұғалім жанымызда болғанда бәрі басқаша. Олар үйретеді, шабыттандырады, өмірге жол сілтейді. Ұстазым, мен сіздің еңбегіңізді енді тереңірек түсінемін. Білім бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Үзілісте шашылған қағаздар, жуылмаған едендер, лас сыныптар. Мектеп екінші үйіміз, бірақ ол таза болмаса, біз үшін ыңғайлы ма? Бұл жерді таза, жайлы ету үшін қаншама адам еңбек етіп жүр. Тазалықшы апайлар, күзетшілер, асхана қызметкерлері, бәрі біз үшін тынымсыз жұмыс істейді. Сіздерге мың алғыс. Достықтың қадірін кейде білмейміз, бірақ жалғыздықты сезінгенде оның қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Егер жанымызда ешкім болмаса, қуанышымызды да, мұңымызды да ортақтасатын адам болмаса, өмірдің мәні неде? Достар, бізді қолдайтын, қиын сәтте жанымыздан табылатын жандар. Сендер болмасаңдар, мектеп өмірі бұлай қызықты болмас еді. Шынайы қолдауларың мен ұмытылмас сәттер үшін алғыс айтамын. Туған жер, қасиетті мекен. Бірақ біз кейде мұның қадірін түсінбей жүреміз. Еліміз, еркіндігіміз болмаса, біз қандай болар едік? Біз бақытты елдің ұландарымыз. Тәуелсіздігіміздің қадірін түсінеміз. Туған жерім Қазақстан, саған шексіз алғыс. Біз күнделікті өмірде көп нәрсені байқай бермейміз. Бірақ айналамыздағы адамдардың еңбегі, қамқорлығы мен қолдауы біз үшін өте маңызды. Олар біздің өмірімізді жарық етіп, мағына сыйлайды. Бүгін біз шын жүректен алғыс білдіреміз.